Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен тағы да бір керемет дүниемен танысатын боламыз. Жасанды интеллекттің көмегімен бізге дайын тест сұрақтарын құрып беретін бір керемет платформаны көрсеткелі отырмын. Ол үшін менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші біз осы кез келген бір браузерға кіреміз, өзіміздің аккаунтымызға кіреміз. Аккаунтымызға кіріп, жаңағы іздеу жолағына Конкер деп жазамыз. Конкер деген шыққан бірінші сілтемеге кіреміз. Conquer.ai деген сайтқа кіретін боламыз. Бізге осындай бет ашылады мінекей. Бұл жерде біз автоматты түрде тілді өзгертіп қойдым, қазақ тіліне аударылады. Егер де негізі орыс тіліне де аударса болады, кез келген тілге аударып қоюға болады. Мен қазақ тілін таңдап қойдым. Енді жасанды интеллект арқылы бағалау арқылы оқуды жоғарылатыңыз дейді. Яғни жасанды интеллекттің көмегімен бағалау арқылы оқуды жоғарылатуға болады. Ол қалай? Осы Конкердің көмегімен. Енді жоғарғы жағында, оң жағында бізде екі батырмасы бар. Конкерді тегін қолданып көріңіз және жүйеге кіру. Бұл бізде жаңағы тегін қолданып көріңіз дегенге басайық. Мен мінекей жаңағы өзімнің Google аккаунтымен тіркеліп, тегін нұсқасына кіріп алдым. Егер де сіз ақылы нұсқасын орнатамын, әрі қарай жалғастырам, ұнады десеңіз, Pro деген нұсқасын жаңағы сатып алуға болады. Бұл жерде осы бет ашылғаннан кейін біз мысалы мына жерде жаңағы жасау деген бөлімі ашылады. Зерттеу және белсенділік дейді. Жасау деген бөлімінде бізде мына жақта Конкер викторинасын жасаңыз дейді. Бастау үшін оқу тақырыбын енгізіңіз дейді. Ол үшін ең алдымен осы жерге біз қандай пәннен береміз және қандай тақырыпқа біз сұрақты құрастырғалы отырмыз. Соны таңдап жазасыздар. Мысалы, мен тарихтан Ұлы Отан соғысы жайында жазатын болсам, мына жерге жазамын. Ұлы Отан соғысы. Келесі батырмасын басамыз. Бізге мінекей баптау мәзірі ашылды. Тақырыпты енгіздік, енді баптау мәзірі. Сұрақ түрлері. Сұрақтың түрлері бұл жерде бізде көп таңдау, аралас, оқыңыз және жауап беріңіз, бос орынды толтыру. Көп таңдау дегенде бір дұрыс жауап немесе жаңағындай бірнеше дұрыс жауап. Аралас дегеніміз бірнеше дұрыс жауаптар, тағы да басқа жаңағы сәйкестендіру сияқты нұсқалары бар. Оқыңыз және жауап беріңіз. Яғни бұл жерде біз бос орын тасталынады. Сол бос орынға бала өзінің жауабын жасады. Бос орынды толтыру дейді. Яғни мәтіннің ішінде бір сөзді алып тастайсыз, ал бала сол бос сөзді табу керек болады. Осындай жаңағы сұрақ түрлері бар. Мен көп таңдауды қоямын. Сұрақтар саны бізде 5 және 10 сұраққа дейін тегін, одан кейін 20-40 сұраққа дейін бізде ақылы нұсқасында ғана жасай аламыз. Мен әзірге 5 сұрақты қалдырамын. Бұл бізде әсіресе балалардың жаңағы сабақты өтіп болғаннан кейін қорытындылауға, баланың не түсінгенін тез арада жаңағындай тест таратып, жаңағы сотка арқылы немесе қағаз арқылы қазір барысында көрсете жатармын. Солай біздің балалардың білімін шыңдап алсақ болады. Сұрақтар саны 5, сынып деңгейін таңдайсыздар. Бұл жерде балабақшадан бастап 1-ші сынып және 8-ші сыныпқа дейін бар, және орта мектеп 9-ші сынып, жоғарғы білім деген ол бізде 10-ші, 11-ші сыныптарға арналған. Мен 8-ші сыныпты
таңдаймын. Тілдік шығыс деген ағылшын, ақш дегені қалады. Қазір оны да түсіндіретін боламын не себепті. Енді ақшы қалады, әрі қарай оң жағындағы батырма, жасау батырмасын басамыз. Жасанды интеллект бізде мінекей сұрақтарды ойластырып жатыр. Сәл уақыт тосамыз. Міне 5 сұрағымыз біздің дайын болды. 5 сұрағымыз жасанды интеллекттің көмегімен құрылып берілді. Европада екінші дүниежүзілік соғыстың басталуының негізгі себебі неде дейді? Германияның Польшаға басып кіруі. Бұл дұрыс жауабымен беріліп тұр. Екінші, қандай ірі шайқас екінші дүниежүзілік соғыс кезінде шығыс майдандағы бір бет бұрыс болып саналады? Яғни Сталинград шайқасы дейді. Ленинград қоршауының маңызды қандай болды дейді. Бұл 2 жылдан астам уақытқа созылып үлкен қасірет әкелді дейді. 4-ші және 5-ші сұрақтарымыз. Енді мынау сұрақтарымызды бізге дайындап берді. Енді осы сұрақтармен біз бөлісу деген батырманы басу арқылы алдын ала қарау деген бізде сұрақтарымыз қандай күйде балаға барады екенін мінекей осылай алдын ала көріп алсаңыздар да болады. Алдын аладан шығамыз. Бөлісу батырмасын бассаңыздар, сіздерге осындай бет ашылады. Бұл жерде жаңағы сілтемені көшіріп, оны WhatsApp-қа, тағы да басқа жаңағы желілерге тарату арқылы сіз оқушымен бірге жұмыс жасай аласыз. Оқушы осы сілтеме арқылы өту керек болады. Немесе QR-кодты басып интерактивті тақтаға, экран бетіне шығарып қойсаңыз, бала осы жерден QR-кодты сканерлеп жаңағы сұрақтарға жауап бере алады. Тағы да бір түрі ол бізде пішіндер. Пішіндер дегеніміз ол Google Forms'тың ішінде Google формаға кіріп жаңағындай сұрақтарды таратады. Немесе басып шығару деген бар. Яғни бұл жерде біз сұрақтарды жаңағы сұрау парағын дейді. Тағы да қазақшаға айналдырылды. Сұрау парағында да бізде шығаратын кезде қазақ сұрақтарына айналды. 5 сұрағымыз қазақша болып түсті. Және печать болмаса сохранить деп оны басып шығаруымызға болады. Енді басып шығарамыз, сілтемені бөлістік. Балаларға жібергеннен кейін, балалар біртіндеп жауап бергеннен кейін, сіз мына жерде жауаптар деген бөлімнен баланың жауабын көре аласыз. Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс, неше уақытта жұмыс істегенін. Жаңағы айта кеткен менің ағылшын тілі тұра берсін дегенім, ол бізде мінекей менде автоматты түрде сұрақтарым қазақ тіліне аударылып жатыр, ал кейбір жағдайларда бізде ағылшын тілінде қалады. Ағылшын тілі жеңіл аударылады қазақ тіліне, сол себептен ағылшын тілі тұра бергені дұрыс болады. Кәделеріңізге жарасын. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.